Так, жаннан қайттам. Қоштасып үлгеріп тізбей қойды ғой. Мен ойлағам ғой жаңа. Кішкене ойымды жинақтап, бітіп айтып, бітіре салам ғой десем, жаңа енді жақсы, байланыс енді жақсы болып тұр. Бағаналы берістіп қайта өшіріп қосу керек екен да. Мен сені анық көріп отырмын енді. Бағана бұлыңғыр едің. Көндірім келмеген ғой. Тікелей эфирге көп шықпаймын дедің ғой да? Иә? Мен эфирге шыққан жоқпын. Не то, что көп шықпаймын, мен вообще шыққан жоқпын. Бірінші дебют болып тұр ма? Иә. Қиын екен? Сенің ешқандай қиындығы жоқ та? Қиын емес екен. Дымда қиын емес. Подписчиктер осылай сұрақ қойып отырса, оңай болар екен. А енді мен что-то өзімнің дауысымды сенемін. Алғашқы эфир менде осындай болған, біреулермен бірге шыққам, сөйлесіп, өстіп айтып, Төлеби деген жігітпенен екеуміз ютубта кішкене звезда жүрміз ғой. Сол жігіт негізі мені шығайық та деп, ол молодец қой енді. Білмеймін, өзі блогер болып осы инстаграмда жақсы нетіп жүрген. Так, шаблон деген тренажер ма? Я, Жайсан апай, шаблон деген тренажердің аты ғой. Обида деген шаблон, страх деген шаблон, ситуация деген шаблон. Жайсан апайымыз жақында қосылды, концертке бір апта болды. Ал? 22 шаблон бұл методиканың. Сол шаблондармен жұмыс істейміз, әрқайсысы әртүрлі жағдайға арналған. Оны көпсіңіз естіп жүрсіздер да, вот жаңағы обида, страх дейді, ситуация, образ, мои желания, любовь к себе просто так, мои эмоции, моя индивидуальность, мое предназначение деген. И сосын жаңадан шыққандар бар, самооценка. Жаңадан емес, ол оғанда біраз уақыт самооценка, норма деген, связь деген, установка деген, выявление установки. Эфирдің бірінші жартысын сақтап қойдым. Әңгімеміз бітпей қалды ғой деп жалғастырып отырмын. Бірақ бұны ұзаққа созбайтын шығармыз, иә? Кішкене ойымызды жинақтап аяқтайық, болды. Сол мастер-кит туралы білгілеріңіз келетін болса, соны айтып түсіндіріп кетейін дегенмін. Менің YouTube каналымда ол туралы видео да бар. Мен өзім түсіндіріп кеткенім бар. Сосын компанияның ұсынған видеолар бар. Обзор ретінде берген. Так, Жанна, не айтасыз? Қосуларыңыз бар ма тағы да? Тұжырымдап айтқанда, методика арқылы барлық бақытты өмір сүру үшін салаларды жаңағыдай өткізіп түзеп алуға болады. Бүгін айтқаным енді отношение туралы. Жалпы өз басымда барлық саладан нәтиже бар, жетістік бар. Бұл енді анау бірінші керек, мынау керек емес деп келмейді. Мына психология бойынша 4 сала: ақша, отношение, денсаулық, сосын предназначение. Предназначение деген адамның іштен сүйіп айналысқысы келген ісі, өмірдегі миссиясы, иә? Сол 4 саланың барлығы адамда 100% болғанда адам бақытты өмір сүреді. Мен көп адамдармен сөйлесем ғой, сонда мен сұрақ қоямын. Осы 4 саланы айтам да, өзіңнің өміріңде қай салаңа қанша баға бересің процент дегенде, кейбір адамдар 20% айтады. Иә. Біреу, ой, 50 бола ма, болмай ма дейді. Очень редко енді 100% адам болған жоқ. Шынайы, сол шындыққа өзі тіке қарағанда жаңағыдай баға береді, өзі де түсінеді. Қандай өмір сүріп жатқан, қандай деңгейде тұрған, и соның барлығын таразының бір жағына қойып, өзгерісті,
қағазының екінші жағына осы төлейтін бағасы мастер. иә. Соны салыстырғанда енді әрине барлығы бақытты өмір сүреді. Соған талпынады, сол себептен көбісі сатылады. Салыстырмалы түрде ойланғанда. Қайсысы Иә, саған? адамдар шынымен сол біреудің нәтижесін айтқаннан оған нетпейді да, біреудің нәтижесі ол біреудікі. Бірақ Иә, өздеріңізге мысалы сұрақ қойып айттым көріңіздер. Мен неге Ол жеткім мен келеді? үшін Маған не маңызды? Менің айтқаным ол мен үшін. Адам- Мүмкін біреулер ол вообще жаңағы сүйре бермейді. Соншама ақша салып өйтіп үшін бе? Мүмкін біреуге баласымен отношениясын күшті я болмаса денсаулықты дұрыстау. Бұл жерде денсаулық үшін да көп жетістікке жету керек. Біреулер мүмкін жұмыс жасап жатқан бизнестер жүрмей жатқан шығар. Сол жағына иә жұмыс жасағысы келеді мастер. Әркімге әртүрлі. Яғни әркім өзінің қазіргі өміріндегі ең маңызды саласын, немесе қол жеткізгісі келетін қандай да бір мақсатың деген кездерде жаңа айттық қой, біз оншалықты нетпеуі мүмкін. Бізде мақсат аман есен жүру ғой, бәріміздікі. Аман есен жүру, жетілу деген сияқты. Ондай емес. Өміріңізде нені өзгерткіңіз келеді? Осы салада қандай жетістікке, қандай болып жеткіңіз келеді деген сұрақтарға жауап беріңіз да өзіңізге. И сол жетістіктің қазіргі мастер-киттің құны менен бағасын екеуін салыстырып көріңіздер, таразыға салып, шын мәнінде. Мүмкін емес деген нәрсе жоқ екен. Мүмкін емес деген нәрсе ол тек қана біздің миымыздағы установка, былай қарағанда. Қорқыныш. Ал оны да жоюға болады. Бәрін жоюға болады. Мастер-китпен просто онымен жұмыс істеп көрсеңіз, ары қарай сосын айтатын боласыз. Солай екен ғой деп. Кеше менде осы жақында қосылып жатқан қыздардың бәрінде жақсы жетістіктер болып жатыр. Ақшалары, жалақысы артып дегендей да, табыстары молайып. Өткенде жұмсаған ақшаларын олар уже қайтарып алды деп айтуға болады. Тем более еще подружкаларын қосып жатыр, вообще еселеп қайтарып жатыр олар. Сонымен командама бағана біреу сұрапты менен, командаңа қалай қосылуға болады деп. Маған WhatsApp-та жазыңыз, немесе директте жазыңыз. Ссылка жіберем, қосыласыз. Сондай. Ал кімнің Жаннаның оқырмандары, Жаннаға хабарласыңыздар. Әпәдемі айтып түсіндіріп, қалай алуға болатынын, онымен қалай ары қарай жұмыс істеуге болатынын бәрін түсіндіріп айтып береміз. Дайынбыз. Біз бүгінгі күнде таңдау жасадық қой қазір. Адамға жуық командам бар. Көбісі жан-жақтан. Жаңағы Шымкенттен де қыздар бар. Жан-жақтан. Семипалатинск, Астана, енді барлығы осылай интернет арқылы, осылай сату арқылы сатып алатын адам ең маңыздысы өзінің мәселесін шешуге алады. Менің шешілген нәтижелерім ол адамның кез келген адам өзінің шаруасын жасалсын. Жаңағы салыстырғанда баға қымбат па, я соған нәтиже қымбат. Дұрыс айтасыз. Соны айырып білген адам біздің қатарымызға қосылады. Ал жақсы онда, Жанна. Сәуле, рахмет саған. Әңгімелестік. Саған да рахмет. Өзіңнің әңгімеңмен бөлісіп, жиі шығып тұруға тырысайық, шынымен. Не болып жатыр деп жалпы өзіміздің әңгімемізді. Өткенде бір ана акционерлер сөйтеді ғой. Просто екеуі сөйлесті басқалардың көзінше. Сол сияқты екеуміз әңгімелестік болады басқалардың көзінше просто. Иә? Обязательно. Ал жақсы. Қуаныштымын. Мен де біраз болған еді эфирге шықпағалы. Сағынып қаптым. Ұнайды маған негізі. Ұнайды адамдарға өстіп, айтып, түсіндіріп отырған, сабақ үйреткен, өзім предназначением ғой.
Хотя предназначение не Я- существует для Киди. Катя Путилова айтып шығып жатыр. Ладно. Мгм. Мгм. Ал Жақсы. жақсы сау болыңыздар. Аман есен Да. жолыққанша. Бұны да сақтап қоюға тырысамын. Пока. Сау болыңыздар.